Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 65-ші сабағымыздың тақырыбы сөз және оның мағынасы деп аталады. Бүгінгі сабақта сөз және оның мағынасымен жұмыс істеуді үйренетін боламыз. Сонымен қатар мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыруды да үйренетін боламыз. Бірінші жаттығуда мәтін берілген, мәтінді түсініп оқиық. Тақырыбы шаңғы деп аталады. Шаңғыны қар үстінде жеңіл жүру үшін ойлап тапқан. Алғашында шаңғы қатты ағаштан жасалды. Арнайы шаңғы бәтеңкелері 2 аяққа бекітіліп, қар үстінде сырғанады. Кейін сырғанауды жақсарту үшін тағы қос таяқ қосылды. Адамдар ұзын таяқтарының көмегімен бұрынғыдан жылдам жүйткіді. Араға жылдар салып шаңғының көптеген түрі пайда болды. Олар спорттық, биіктен сырғанауға, трамплиннен секіруге арналған және су шаңғылары. Бұл Балдырған журналынан алынған мәтін болатын. Енді оқушылар осы мәтінге қатысты тапсырмаларға назар аударайық. Түсінбеген сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Мәтінде түсінбеген сөз ол трамплиннен секіруге арналған шаңғы деген. Бұл шаңғы арнайы жабдықталған трамплиннен шаңғымен секіруге негізделген қысқы спорт түрі. Бұл шаңғының астыңғы жағында өзінің арнайы тежегішке арналған сызықтар болады. Сондықтан арнайы жасалған түрі болып саналады. Келесі тапсырма мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарды жалғастырып көр. Бірінші сұрақ: адамдар шаңғыны не үшін ойлап тапты? Екінші сұрақ: алғашында шаңғы қандай болды? Енді әрі қарай өзіміз жалғастыруымыз қажет. Үшінші сұраққа: сырғанауды жақсарту үшін не қосылды деген сұрақ қоюға болады. Ал төртінші сұраққа: шаңғының қандай түрлері бар? Оқушылар осы берілген сұрақтарға мәтіннің ішінен жауапты да оқып шығуға болады. Келесі тапсырма: мына сөздер кестедегі қай топқа тиісті екенін тап және оларды дұрыс орналастыр. Бізде сөздер берілген, сөздерді оқып шығайық. Шаңғы, қар, жасалды, қатты, 2, таяқ, ағаш, қосылды, ұзын, қос, сырғанады деген сөздер берілген. Енді осы сөздерді кестедегі әр топқа тиістісін қойып шығатын боламыз. Заттың аты кім, не деген сұраққа жауап беретін. Бізде шаңғы, қар, таяқ, ағаш деген сөздерді қоямыз. Келесі екінші қатарда заттың сыны қандай деген сұраққа жауап беретін жерге біз қатты, ұзын, қандай, қатты, қандай, ұзын. Келесі үшінші қатарда заттың саны қанша, неше, 2, қос, қанша деген сұраққа жауап береді. Келесі төртінші қатарда қимылдық атау. Не істеді, қайтты деген сұраққа бізде не істеді, жасалды, не істеді, қосылды, не істеді, сырғанады деген сөздерді осы қатарға жазамыз. Мінекей оқушылар әр сөзге сұрақ қою арқылы оларды өз топтарына тиістісін қойып шығып дұрыс орналастырамыз. Мына ережені міндетті түрде есімізге сақтап алайық. Сөз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Мысалы, үй, ақын. Бұл заттың атауы, тұнық, әдемі. Бұл сапаның атауы. Оқы, түсін. Бұл қимылдың атауы. 6, 10. Бұл санның атауы. Яғни бұлардың барлығы да сөзге жатады. Осы ережені міндетті түрде есімізге сақтап аламыз. Әрі қарай жалғастырамыз. Екінші жаттығуда сурет берілген. Суретке мұқият қарайық. Онда қыздың шаңғы теуіп жатқаны көрсетіліп тұр. Бұл қыз әртүрлі іс-әрекеттер жасау арқылы шаңғыны теуіп жатыр. Енді төмендегі тапсырмасына назар аударайық. Мына спортшы шаңғының қай түрімен шұғылданып жүр деп ойлайсың? Спорттық шаңғы фристайл спортымен шұғылданып жатыр. Төмендегі берілген ережені міндетті түрде есімізге сақтап аламыз. Фристайл спортшы шаңғымен түрлі акробатикалық іс-әрекеттерді орындайтын спорт ойынын айтады. Осыны міндетті түрде есімізде сақтап алғанымыз жөн. Келесі үшінші жаттығуда сурет бойынша әңгіме құрастыр дейді. Суретте балалар берілген, олар теледидардың алдынан футбол ойынын тамашалап отыр. Енді тапсырмаларға назар аударайық. Суреттегі балалардың көңіл күйінің өзгергенін неден байқауға болады? Футбол ойынында қақпаға доп салған кезде олардың көңіл күйі қуанғанынан қол шапалақтап жатыр. Сөз, қимылдың көмегімен қуанған балалардың көңіл күйін беруге тырыс. Яғни біз әңгіме құрастыруымыз қажет. Асқар достарымен теледидардан футбол ойынын тамашалады. Олар футбол ойынының жанкүйерлері.
Бұл ойында олар жанкүйер болған футбол командасы жеңіске жетті. Олар қуанғандарынан орындарына тұрып, қол шапалақтады. Бүгінгі күн өте көңілді өтті. Мәтінде балалардың көңіл-күйі сөздер арқылы жеткізілді. Олар қуанғандарынан орыннан тұрып, қол шапалақтады және оларға бүгінгі күн өте көңілді өткендігі туралы балалардың көңіл-күйін беруге тырыстық. Әрі қарай жалғастырамыз. 4-ші жаттығуда жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Аяғым таяғыма тиді, таяғым аяғыма тиді. Енді қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгергенін айт. Бізде қарамен жазылған сөздер ол аяғым және таяғым деген сөздер. Аяғым деген бұл адамның дене мүшесі. Ал таяғым дегеніміз ағаштан жасалған затты айтады. Аяқ та, таяқ та заттық атауды білдіреді. Не деген сұраққа жауап береді. Енді сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгергенін айт. Аяқ деген сөзге т әріпі қосылып өзгеріске ұшырап тұр. Яғни таяқ деп өзгеріп тұр. Сондықтан да бұл сөздің мағынасы т дыбысы қосылу арқылы басқа бір затты білдіріп тұр. Ал енді оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.